өзіңнен басқаға еш қашан сырыңды ашпа. Әр сырластың басқа бір сырласы болады. Жете алмағанына тәуекел, жеткеніне ризашылық, жоғалтқанына сабыр көрсеткен кісі тақуалардан болып табылады. Көркем мінездің ең көркемі, саған келмегенге сенің баруың, сені махрум еткен кісіге сенің жақсылық жасауың. Өз кемшіліктермен айналысушы неткен бақытты. Біреудің айыбын айтқан адам сол айыпты өзінен алыс деп қалмасын. Ұмытпа, дертің не болса сол болсын, үмітің әр қашан Алладан болсын. Бір нәрсені сүйсеңіз, оны Аллахтан қалаңыз. Өйткені жүректер Аллахтың қолында. Сыр сақтау бір ерік жігердің емтиханы. Бұл емтиханды өте алмаған, өмірде ешбір емтиханнан өте алмайды. Әр нәрсенің ақылға, ақылдың болса, әдептілікке мұқтаждығы бар. Бұл жол тек сенікі ғана. Басқалар сенімен бірге жүре алады, бірақ ешкім сен үшін жүре алмайды. Егер Аллах қаласа, удан шипа, тікеннен гүл жаратады. Аллах қаласа, бір құмырсқа пілді жояды. Үш түрлі хакимнің үкімінен қате ізделмейді: жүректің, тағдырдың және өлімнің. Ешқашан өзіне берген маңызды саған да бермеген кісімен жолдас болма. Қанша оқысаң оқы, біліміңе сай тәрізде әрекет етпесең, демек надансың. Жаман мінезді кісі Аллах тағалаға жалынбасын, құлшылыққа келмесін деп, Алла оған науқастық пен қасірет жібермейді. Ұмытпа, зұлым перғауынның бірде-бір рет бас ауырмаған. Аллах пен өз арасын түзеткен кісінің адамдар мен арасын Аллах түзеп қояды. Жақсылармен жолдас, салихтармен сырлас бол. Адамдарға, әсіресе дүние адамдарына өз халіңнен шағым айтпа. Әйтпесе, Аллах сені оларға тастайды. Өкінгенді сонда көресің. Әрбір нәрсе өткінші, ей көңіл, қара, сәл алдын алған деміңде сыртқа шықты. Олай болса, мәңгі болатынға разы бол. Тұр, жұлқын, өзіңе кел. Үмітсіздікке шырмалма. Үмітсіздік шайтаннан келуде, үміт ету де Алладан. Нағыз палуан, нағыз жауынгер деп, нәпсісінің қалауларына қарсы шыға алған және харамнан сақтана алғанды айтады. Әлдекімге дүние мүлік пен көрікті жүз, немесе әдемі киім, әлде білім беріле тұра, осылармен кішіпейіл әрекет ете алмаса, қиямет күні бұлар өзі үшін азабы бар күнәға айналады. Көрдің бе мені? Қайғыдан басқа ешкім мені есіне алмайды. Олай болса, қайғыға мыңдаған жарайсыңдар. Құс өзі қонған бұтақтың сынуынан қорықпайды. Өйткені сенгені бұтақ емес оның, өз қанаттары болатын. Босқа өткен күндерді есіңе алма, әлі келмеген сәттер үшін де күйінбе. Өмір дегенің дәл осы сәт, осы тыныс, осы дем. Ей адам, бұл әлем сенің тек денеңді ғана қоршай алады.
рухыңды қоршай алатындай кең емес. Дариядағы нәсібіміз қолымыздағы қаптың өлшеміндей ғана. Бұл дүниеде нені көп қаласаң, сол сенің емтиханың.